Бүгін мен сіздермен қайнатпалы кремнің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қайнатпалы кремді көбінесе эклер, медовый тортқа қолданамын. Өте тез жасалады, әрі оңай. Алдымен газға сүтімізді баяу отқа қойып қоямыз. Сүтіміз баяу отта жылығанша 2 жұмыртқаға қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Үстіне кукуруз крахмалын қосамыз және жақсылап миксерлейміз. Сүтіміз қайнауға аз қалғанда жарты бөлігін осыған құйып араластырамыз. Тез араластырамыз, жұмыртқамыз пісіп кетпесін. Енді газда қайнап жатқан сүтімізге барлығын құйып араластырамыз. Қоюланғанша баяу отта араластырыңыз, асты күйіп кетпесін. Және үстіне бөлме температурасындағы майды қосамыз және біраз ванилин қосып жібереміз. Жақсы дәм береді. Енді майымыз ерігенше, қоюланғанша араластырып тұрамыз. Міне біздің қайнатпалы креміміз қоюлана бастады. Қайнатпалы креміміз дайын болды. Енді бөлек ыдысқа салып, бөлме температурасында салқындатып қоямыз.